Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Нұрбай Думан, Алматы құрылыс және халықтық кәсіпкерлік колледжінің өндіріс оқыту шебері. Бүгінгі оқу сабағымыз Toyota автокөлігінің топливный насосын ауыстырамыз. Бізге бүгін бірінші оны ауыстыру үшін воздушкасын шешеміз. Міне мынау бізде Toyota автокөлігі 2.2 қозғалтқыш моторымен 97 жылғы. Бірінші топливный насосты ауыстыру үшін воздушканы шешіп аламыз. Міне воздушкамызды шешіп алдық. Бізде міне мынау топливный насос деген міне мынау. Бұны ауыстыру себебіміз машина жүріп келе жатып тоқтаған кезде машина өшіп қалады. Оталады, өшіп қалады. Оборот ойнайды, өшін деп. Себебі содан. Міне біз топливный фильтрімізді шешіп алдық. Енді новыйын салғалы жатырмыз. Астына бірінші мына бір ағышын бір аласыздар, одан кейін үстін саласыздар. Мынаны қатайтасыздар. Міне топливный фильтрімізді орнына салдық. Енді воздушкасын орнына салып қоямыз. Сонымен оталдырамыз. Міне біз топливный фильтрімізді ауыстырдық. Toyota автокөлігі оталып тұр. Міне біз өз жұмысымызды аяқтаймыз. Бұл топливный фильтріміздің ауыстыру себебі көлік жүріп келе жатып тоқтаған кезде өзімен өзі өшіп қалады. Себебі топливный фильтр бір жылда бір рет ауыстырып тұруымыз қажет. Себебі ол іші бітеліп ластанып қалады. Содан кейін уақыт келеді. Негізгі уақыты бір жыл. Рахмет, сау болыңыздар.